Алматыда 1700 метр биіктікте орналасқан қаланың көрнекті жерлерінің бірі Медеудегі денсаулық баспалдағы. Бұл орын жергілікті тұрғындарын да, қонақтары мен туристерді де қызықтырары сөзсіз. Адамдар негізінен таңертең таза ауа жұтып, деніне күш-қуат жинап, табиғаттан ләззат алуға осы баспалдақ бойымен серуендеуге келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, келушілер мен туристердің ағыны үлкен, яғни күнделікті таңғы ауамен таласа келуге тұрарлық. Бұл спорт, бұл физикалық белсенділік, бұл салауатты өмір. Осының бәрі адамның рухани әлемі үшін өте маңызды. Денсаулық сатысымен қаншалықты жиі көтерілесіз? Айына 1-2 рет ғой. Аптасына 2 рет 3 рет шығамын. Көтеріп тұрған дұрыс. Не шабыттандырады спортпен айналысуға? Денсаулыққа ғой негізі. 9-ға дейін үлгеріп шығамын. Мысалы 4-те шығып береміз. Азан 4-те 3 сағат емін-еркін жетеді. 9-да жұмыста боламыз. Аптасына 3 рет көтерілемін. Аптасына өмір талпыныстануға, спортпен айналысуға сізді не шабыттандырады? Өзім спортсменмін негізі. Бокстан. Мастер спорт. Жалпы қазір 2024 жылғы Олимпиада қай қалада болып жатыр? Парижде. Өзіңізде болашақта сондай біздің спортшыларымыз сияқты өзіңізді көрсеткіңіз келе ме Олимпиададан? Рахмет, сәттілік тілеймін. Жақсы. Көтересіз. Бірінші рет. Вообще первый раз.